Сәлем достар, жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге тефтели тамағын дайындаймыз. Тефтелидің сорпа ішінде шашылып кетпей піскенін көргілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Тефтелидің дайындалу құпиясын айтатын боламын. Ендеше видеомызды бастаймыз. Тамағымызға керекті көкөністерімізді турап алып дайындап қоямыз. Әрі қарата тефтелиімізді дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге фарш және күріш қана қажет. Бұрын осы тефтелиді дайындайтын кезде ютубтағы видеолардың барлығының рецептілермен дайындап көрдім. Олар көбісі тефтелиге жұмыртқа мен ұн қосып жатады. Маған ол ұнамайды. Мен өзім қарапайымдылықты жақсы көретін болғандықтан фарш пен күріштен ғана дайындайтын болдым. Тефтелиге жұмыртқа ұн қосуының себебі тефтели сорпаға салған кезде шашылып кетпес үшін қосады. Оны қоспаса да жақсылап формасын жасаса тефтели шашылмайтын болады. Мен қазір сіздерге соны көрсетемін. Тефтелиімізге жарты кесе күрішімізді және тұз, қара бұрышымызды қосып барлығын араластырып аламыз. Фаршымызды араластырып алғаннан кейін біз өзімізге керекті формамызды алып, оны осылайынан ұрып жіберсеңіздер, фарш өзінің қалпын алады. Сонда фаршты тефтелиді сорпаға салған уақытта шашылмайтын болады. Әр қаратты қызып тұрған майымызға патлеуімізді қуырып, ұзарту үшін томатымызды салып, үстінен суын құямыз. Тамағымыздың сорпасы қайнаған уақытта оған картошкамызды салып, одан кейін артынан тефтелиімізді бір-бірден саламыз. Тефтелиді салғаннан кейін қазандарыңыз жай қайнауы керек. Қатты қайнаса тефтелилеріңіз шашылып кетуі де мүмкін. Жай қайнатып тамағымызды пісіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің тамағымыз пісті. Сіздер де осылайынан жасап көріңіздер. Тефтелилеріміз шашылмай бүтін болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған мен Гаухар. Арнама тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыздар.